Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен періштенің көз жасы, яғни слезы ангела пирогының рецебімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Бірінші, еліктен өткізген ұнды алып аламыз. Оған салқындатылған сары майды аламыз да. Салқындатып, морозильде қатты салқындатқан жоқпын мен. Яғни сәл-пәл ғана тек морозильникке салып алдым. Соны алып, сосын 2 қасықтай көз мөлшерімен мен 2 қасықтай қант салдым, яғни шекер салдым. 3 қасық шекер салдым. Сосын осы барлығын бірге араластыру керек. Ол үшін тағы да разрыхитель қостым. 1 қасықтай разрыхитель қостым, яғни 10 грамм разрыхительден 1 қасық па разрыхитель қостым. Сөйтіп бәрін араластырып, яғни қолмен араластырамыз. Разрыхительімді қосып алып, бәрін қолмен үгіте бастаймыз, яғни қолмен үгітіп әбден қамырмен араласу керек. Май мен қамыр араласып, үгітіліп, кәдімгі жұмсақ тесті болып шығу керек. Сол үшін асықпай бәрін араластырамыз, қолымызбен үгітіп, жақсылап тұрып. Мен енді сосын сары жұмыртқаның ағын сарысын айырып қойғанмын. 5 жұмыртқаның соның 2 сарысын салдым және қаймақ салдым. Сметана 20% сметанадан, оны бәрібір оған қарамайды. 20 болсын, 15 болсын, оған ешқандай несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Тек қана тесті өте не болу үшін шамалы қамырын енді ұнын көптеу алып қойыппын. Ештеңе қылмас. Шамалы азғантай алып қаламын ғой. Өстіп бәрінің басын біріктіріп алып илеп аламыз да. Болғаннан кейін тестімізді шағын целлофан болсын, одноразовый целлофан алып, соған салып қоямыз. Сол кезде сосын оны аз уақыт морозильникке салып қойған дұрыс, шамалы қамырымыз тоңазсын. Сол үшін мен оны морозильникке апарып салып қойдым. Енді біз начинкасына, қоспасына келеміз. Ол үшін мен кәдімгі қолдың творогын алдым, морозильникке салып қойғанмын қыстың күндері. Соны алдым да жаңа қалған 3 сары жұмыртқамды қостым. Сосын қант қостым, 200 граммдай қант қостым. Оның үстіне пирогтың дәмі солай шығу үшін, жақсы болу үшін, дәмді болу үшін начинкасы 100 грамм дегенім 200 грамм деппін, қостым. Сосын сметана қостым тағы да тестісіне. 3 қасық па 2 қасықтай ма сметана қостым. Енді жарайды, оны өзіңіз білесіз. Жаңағыдай тестіңізге қарай көресіз. Сөйтіп бұның бәрін асықпай езіп аламыз. Яғни сұйық болу керек та начинкасы. Сол үшін асықпай езіп алдым. Блендермен езіп алсаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіз қарайсыздар. Өйткені кейбір дүкеннің несі жаңағы творогы, ірімшігі, ол өте жидкелеу батты, ол тез езіледі, чем қолдыкіне қарағанда. Сол үшін қолдыкі енді көп ұзақ уақыт езу керек. Мен мінекей қараңыздар, өстіп әбден езіп алдым, жақсылап араластырып қойдым да. Енді жұмыртқаның ағын аламын, арасынан бөлек, екеуін бөлек айырып қойғанмын. Яғни 5 жұмыртқаны айырғанмын, негізі 4 жұмыртқа да жарайды. Мен сол қалған 4-5 жұмыртқаның ағын айырдым, сөйтіп көпірттім. Енді жаңағы морозильниктен тоңазыған қамырымызды аламыз да, соған тестімізді жаңа морозильниктегі алып, енді осылай жая бастаймыз. Мен енді бірден одноразовый целлофанға жайдым, ыңғайлы болу үшін. Тестім неге жабысып қалмас үшін тақтайыма, столыма, сол үшін бірден целлофанға жайдым. Бұл өте ыңғайлы. Бетіне тағы бір целлофан жайып, сөйтіп ұссаңыздар тіптен оңай болады. Жаңа мен осы жерде ұмытып кетіппін. Екінші целлофанды жаюға болады бетіне. Осыны тестімізді енді формамызға саламыз. Яғни менде 26 диаметрлі форма. Осы формаға біз осылай салып аламыз. Өйтіп салып болғаннан кейін мен бетіндегі пакетті алып тастадым. Яғни ыңғайлы болды да салуыма. Сол үшін бетіндегі пакетті алып тастадым. Неке осылай әдемілеп жан-жағын не қылып аламыз. Жан-жақтарын бәрін артығын алып тастаймыз, әдемілеп. Өйткені сол кезде өте әдемі, күшті болады. Жан-жағын алып тастасаңыздар, сөйтіп неке осылай мен әдемілеп жан-жағын бәрін қолымның көмегімен басып алып тастадым. Неке көрдіңіздер ме? Керемет күшті болды.
енді азғантай басып жүру керек, вилканың көмегімен де басып жүру керек, чтобы астындағы тесті көтеріліп кетпес үшін вилкамен арасында тесіп жіберу керек. Неке қандай күшті керемет болды тестіміз. Осыны формаға орналастырып болғаннан кейін енді біздің начинкамызға кірісеміз. Ең бірінші міне творог араластырған начинкамыз саламыз. Көрдіңіздер ме? Сұйық, жидкий болып тұр, бірақ ол піскен кезде өте жақсы болады. Барлығын ештеңе қалдырмадым. Мен осыны начинкамды салып алдым бетіне, тестімнің бетіне. Жақсылап бетін бәрін түзеп, сосын қызып тұрған 180 градус қызып тұрған пешке апарып саламыз бұны. Мінекей көрдіңіздер ме? Піскен күйі пісіріп алдым 20 минуттай. Содан кейін жаңағы жұмыртқаның ағын әдден бөлек неғып едім, көпіртіп едім, шекер қосып тұрып, соны қосамыз. Оны бетіне жағамыз, яғни бұның жаңағы пісіріп алған шала пісірілген тестіміздің бетіне саламыз. 20 минуттай ма пісірдім мен. Енді соның бетіне осы жұмыртқаның ағын саламыз. Асықпай салып, әдемелеп жайып, бетіне жаямыз. Осылай ақтың бәрін ештеңе қалдырмай мен салдым. Жақсы, прям күшті болады. Бұны да енді ұзақ көп пісірмейсіздер. Жаңағы қызып тұрған пештеріңіздің ішіне салып 10 минуттай ма сондай пісіріп аласыздар. Енді жұмыртқаның ағы тез піседі. Сол үшін 10 минутқа салып алсаңыздар жарайды. Өйткені белгілі да, беті қызарғаннан кейін өзі шығара беруге болады. Біздің астымыздағы өткені тестіміз бен начинкамыз пісіп тұрды. Сол үшін мынаны тек 10 минутқа қызартып алсаңыздар жарайды. Бетін бәрін әдемілеп салдым да, пешке апарып, пештің шамалы градусын бастым. 160 градусқа, басында 180 градусқа мен пісіріп едім тестіні. Енді бұны 160 градусқа бастым аздап. Осылай бәрін бетін әдемілеп алдым да, қараңыздар, тегістеп алдым. Осыны осы күйінше енді неге апарып саламыз? Пешке апарып. Мінекей, енді міне піскеннен кейін түрін көрдіңіздер ме, қандай керемет болды. Мен жаңа жерде көрсетуді ұмытып кетіппін. Бұның бетіне піскеннен кейін сразу аласыздар да, ыстықтай бетіне бір табақ па бірдеңені төңкеріп қоя саласыздар. Сол кезде мынандай кішкене періштенің көз жасы демекші кіттай капелькалер бетінде пайда болады. Мінекей, қандай керемет күшті болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздер.